Эфирде орта толсын, студияда әдеттегідей мен Азиза Мадияр. Құрметті көрермендер, бүгін бізде студияда қонақта жас ақын әрі домбырашы Нұрлан Исенғұлов мырза келіп отыр. Амансыз ба? Студиямызға қош келіпсіз аға. Қош көрдік, Аллаға шүкір, барлығы жақсы. Керемет көңіл күймен келіп отырмыз. Рахмет уақыт бөліп келгеніңізге. Жалпы баршамызға белгілі 1 шілде бұл ұлттық домбырашылар күні Қазақстанда тойланып өтеді. Дәл осы мереке 2018 жылдан бері біздің елімізге енгізілген жаңа мерекелердің бірі болып есептеледі. Содан бері мінекей 2 жылдан бері тойланып келе жатқан мейрам биыл 2 жыл өкінішке орай карантиндік режимге байланысты сондай үлкен ауқымды шаралар өтпегенімен ішінара өзіміз ұлттық домбыраны ұлықтау, насихаттау мақсатында бірнеше шараны онлайн жүйеде өткіземіз деген жоспарда бар. Жалпы сіздің пікіріңізше, Нұрлан аға, өзіңіз домбыраны қанша жылдан бері серік етіп отырсыз? Жалпы осы мерекені елімізде тойлаған дұрыс деп есептейсіз ба? Жалпы бұл енді мереке өте бір орынды мереке да. Біз болмайтын мерекені де тойлап жүрміз ғой, әңгіменің ашығы. Ал енді нағыз өзіміздің ұлттық аспабымызды насихаттайтын сол домбыра күні деп тойлаудың өзі адамға қандай мәртебе, қандай қуаныш. Сондықтан бұл мерекенің мен ойлаймын, тойлау керекпіз, тоқтамай тойлау керекпіз. Бұны насихаттауды тоқтатпау керекпіз біз. Енді шынында да мен енді осы домбыраны қай жастан бастап серік етіп жүрсіз деп сауал қойып отырсыз ғой. Домбырасыз ән қайда деп ана бір әнді айтады ғой. Сол секілді домбырамызды жанымызға серік етіп жүргеніме бір 15 жылдың көлемі болды ғой. 15 жылдың көлемі болыпты. Сол алғашында домбыраны жаңағы осы теледидардан тартып жатқан ақындарды көреміз, соларға қарап қызығып, кейін домбыра тартатын көршілерім болатын, мен ол кісілерге қатты қызығатын, ағаларға ой керемет тартады ғой деп сол тартып жатса, үйірсектеп қасынан шықпай айналшықтап сол домбыраның қасында тұра беретінмін да. Мен өзім сондай өзі қызығушылық болған екен ғой негізі деп ойлаймын. Бірақ мен нотамен үйренбедім домбыраны. Слух дейді ғой жаңағы, самаушка деп айтып жатады. Сол секілді домбыраны өзім сол қабілетім арқылы үйреніп алдым. Содан бері сол 15 жылдың көлемі болды осы домбыраны айтыс сахнасында, той думандарда, беташарда жалпы жанымнан тастамаймын. Жалпы бізде кезінде осы мектептерде домбыра сабағын енгізу керек деген секілді ұсыныстарда түскен болатын. Факультативті ретінде, яғни таңдау ретінде оқушының өзі қалаған жағдайда дәл осы ұлттық аспапты үйренуді мектепте мүмкіндік беру керек деген секілді ұсыныстар айтылған еді. Бірақ әзірге ол орындалған жоқ. Дегенмен сіз бұны қолдайтын ба едіңіз? Жалпы енді Қасым-Жомарт Тоқаевтың сол жарлығыменен шықты ғой қай бір кезде осы мектепте домбыра үйірмесі оқытылсын деген, үйретілсін деген секілді. Мен оны қосқолдап тұрып қолдаймын. Айтып жатырмын ғой, бұл нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген сөздің жаны бар ғой. Бұл енді әрбір ұлттың өзінің жаңағы ұлттық киімі болады, өзінің дәстүрі болады, өзінің салты болады, өзінің ұлттық аспабы болады. Біз енді жаңағы қымыз деп айтатын болсақ, сол қымызға жаңа қырғыздар біздікі деп айтуы мүмкін да. Ал біз қазақтар біздікі деп айтамыз. Көкпар біздікі дейміз. Қырғызға барсаңыз айтады, қырғыз айтады, көкпар біздікі дейді. Ал енді домбыраға келген кезде ешкім таласа алмайды. Домбыра ол жалғыз қазақтікі да. Көрдіңіз бе? Ол түрк тілдес халықтарының ішінде ол басқа, мысалы өзбекке барсаңыз домбыра тартпайды. Қырғызға барсаңыз ол қомыз деп айтады өздерінің домбыраларын. Ал біздің қазақта бұл домбыра өзіміздің мына біздікі деп тұрып, меншіктеп тұрып, мақтанып тұрып айтатын біздің ұлттық аспабымыз болғандықтан бұны кез келген балаға үйрету керек. Өзінің жаңағы қабілет қарымы болса алып кетер. Бірақ домбыра екшекті мына домбыраны үнін сіңіру керек та баланың бойына ше. Сол мектеп қабырғасында жүргенде осының үнін сіңіріп өссе, бұл кәдімгі қоңыр дауысыменен адамды бір жаңағы естіген кезде
сондай бір анау байсалдылыққа, бір қоңыр дауысын естіген кезде бір байсалдылыққа, бір сабырлылыққа адамды бейімдейтін сияқты да осы домбыраның үнінің өзі. Жалпы өзіңіз айтып отырсыз ғой, домбыраны арнайы үйірмеде үйренген жоқпын, өзім үйрендім деп. Бірақ негізі алдағы уақытта шәкірт тәрбиелеп, осы домбыраны үйрету деген секілді өзіңізде жоспарда бар ма? Енді ұсыныстарда түскен негізі домбыра үйретесіз ба, қалай осы балаларымызды жаңағы апарып үйретсе қалай болады? Мен айтам, енді жүрексінемді оны. Мен өзім нотамен үйренбегенмін біріншіден. Қалай нотамен үйретемін дейсіз ғой? Иә, нотамен мен үйретсем нотамен үйретпеймін. Ол баланың қабілеті болса, алып кетіп көрсетуі мүмкін да. Мен өзім сол нотамен үйренбегендіктен жаңағы ағаларға қызығып, сол қарап отырып, былай басасың, былай басасың. Аға, мысалы, Құдаша қыз деген өлең шығып еді, соны қалай тартуға болады деп сұрадым. Содан на-на-на-на-на-на-на-на-на деп жаңағы келтіреді ғой. Соны жаңағы басып келтірді, былай ойнайсың деді жаңағы маған. Сол қарап отырып үйге барып қайталай берем, жаңағы қайталай берем де. Сол бір қарасам жаңағы өлең шығып отқан сияқты да. Сол сияқты тура осы мен сияқты бір қабілетімен ары қарай алып кете алатын балалар болса, ол нотасыз ақ үйретіп жіберуге болады негізі ше. Негізі домбырамен қатар ақындық өнеріңіз бар екен деп білеміз. Осыған дейін бірнеше байқауларда жеңіс тұғырынан көрінгеніңізді де білеміз. Жуырда ғана қала күніне орай арнайы онлайн байқау өтті ғой. Сол кезде қандай жеңіске жеткен кезіңіз болды ма осы байқаудан? Жалпы біздің осы Шымкент шаһарымыз, қаламыз 2200 жылдық шежірелі Шымкент деп үлкен Шымкент фест деп онлайн режимде тойлап жатырмыз ғой көптеген мерекені. Жалпы мен енді осы жерде ескертіп айта кететін жағдай, өзіміздің домбырамен, ұлттық аспабымызбенен жаңағы айтысымызды болсын, күйімізді болсын, термемізді болсын, біздің Шымкент қатты ұлықтап жатырды. Оның өзі шында да ұлттық біздің болмысымызға қатты жұмыс жасап жатыр. Өзіміздің ұлттық дәстүрімізге деген керемет жұмыстар жасалып жатыр. Оны енді басқа қаладан мен мүмкін көрмеген шығармын, мүмкін байқамаған шығармын. Бірақ Шымкент тынып жатқан жоқ та осы жағынан келген кезде. Не деген жұмыстарды жүргізіп жатыр ше. Айтысымыз өтті, бір емес екі айтыс, жүйріктер шықты желіге деп алдында осы карантин басталған кезде онлайн айтыс болды. Ол облыстық болды. Кейін жаңағы осы республикалық жаңағы шежірелі Шымкентім осы өтті. Соған мен дән риза болғаным, жаңағы эстрадалық онлайн жаңағы режимде концерт деп қоя салған жоқ та. Домбырамызды ұлықтап қатты міне. Көрдіңіз бе? Біздің осы әрбір қазақтың жанында домбыра жүретінін көрсетіп тұрып, кереметтей біздің ұлттық төл өнерімізге төр беріп, осындай жағдай жасап жатқан мен мәдениет басқармасына жалпы соны қолдаған әкім мырзаға алғыс айтқым келеді осы бір сәтте ше. Ол жерде енді қатысып жаңағы жүлделі бізде жалпы былай сен бірінші орынды, екінші орындегі олай орын бөлген жоқ. Жалпы сол қатысқаның үшін барлығына бірдей жүлде берді. Көрдіңіз бе? Ешкімнің көңілін қалдырған жоқ. Бірақ Шымкенттің жаңағы тарихын, терең тарихын шырқап, халықтың қонақ жайлылығын жырға қосып, ақындар жақсы өнер көрсетті. Жалпы Нұрлан аға, өзіңіз осы домбыраның жасалу техникасын өз көзіңізбен көрген кезіңіз болды ма? Енді бұрын бізде еңбек сабағында осы ағайларымыз, домбыра жасайтын ағайларымыз болған, Қасымда домбыра ағамыз болды Арыста. Ол кісінің домбыра жасап жатқанын, шет жағасын көріп қалатынмын. Одан мен мына домбыраны Дастан деген осы Шымкент қаласындағы үлкен ұста бар, шебер бар. Сол Дастан ағамызға жасатқам. Сол Дастан ағамыздың ұстаханасына барып қалған кезде көріп қалам, жаңағы домбыраны қалай бір-бірінен жаңағы клейлеп, бір-біріне жабыстап жататын, оның мойны бөлек, мына жағын жаңағы бөлек жасап жатады да осы. Соны бір шет жағасын байқап қалам, енді мен оны құрылымын толық атап бере алмаймын. Бірақ енді бұл енді үлкен машақат екенін білдім де негізі. Бұл да оңай емес негізі. Бұның неше түрлі қара ағаштан жасайды дейді, жаңғақтан жасайды дейді, жидеден жасайды дейді. Бұның да өте материалдар көп негізі.
Көрдіңіз ба? Бұның материалдары көп. 25 жыл сақталған ағаш, 30 жыл сақталған ағаштан жасап жатырмыз деген әңгімелерін естіп қаламын. Қызыл ағаштан жасап жатырмыз. Бұны Америкадан алдырып жатырмыз деген столарды мен байқап қаламын да. Ағаш сол жақтан алдырған екен деп. Неғұрлым ағаш көп сақталған сайын бұның жаңағы басында ойып алатын ағашы соғұрлым дауыс жақсы шығатынына ұқсайды. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұны жасап жатқан ұсталардың да қолына дерт бермесін дейміз. Біздің домбырамызды өлтірмей, қазір жақсы домбыралар шығарып жүр ғой. Жалпы мерекелік тарту ретінде бір әніңізді, әуеніңізді домбырамен шертіп, көрерменге ұсынсаңыз. Кейде құлақ күйі келмей қалады да. Шегін ауыстырып тұру керек мынаның. Содан айнып болады. Қолыма алдым айтпақ болып насихат сөзі термеден деп. Айтып жатады ғой, біздің ақындарымыздың сондай бір жақсы жырлары бар ғой. Сол секілді аққу мойын домбыра деп, бұл енді домбыраның үнінде жаңағы құстың да ұшып бара жатқан бір аққудың үні бар секілді. Сосын бір аққу мойын домбыра деп те бостан бос айтпаған. Одан бір аттың шабысы да бар сияқты, бір найзағайдың бір жаңбырдың сіркірі, найзағайдың күркірі бар сияқты. Сондай бір, бұл енді адам әр өзінің түйсігіне қарай түсінеді. Бұның жаңағы кейбір күйшілер тартып жатқан кезде өзіңіз бір екінші күйші тыңдап отырып, көзін жұмып бір балқып отырады да өзінен өзі. Бұл не түсіндің деген кезде оның атын ол жазбай айтып беруі мүмкін. Мынандай күй тартты ғой бұл осындай бар деп. Сол секілді, мысалы сіз бір суретке, салынған суретке қарайтын болсаңыз, ол суретке сіздің осы сурет туралы ойыңды айтшы десеңіз, сіз басқаша айтуыңыз мүмкін, мен басқаша көзқараспен қарап айтуым мүмкін. Сол секілді күй тартқан кезде де адам сондай жаңағы болады екен да. Әртүрлі көзқараста болады екен. Сіз өзіңіздің жаңағы түсінігіңіз бойынша баяндап беруіңіз мүмкін. Мысалы, адай күй деген қандай күйлер, мысалы, мен адай күйін еститін болсам, бір аттың шабысын елестетем, болмаса кәдімгі біздің батырларымыздың соғысып, кәдімгі осы жеңіске жақындап қалған кездерін осындай мен жаңағы елестетем де, көрдіңіз бе? Сол секілді бұл домбыраның үніменен жылатқанда, домбыраның үнімен жұбатқанда, домбыраның үнімен қуантқанда, домбыраменен Жош ханға да баласының өлімін естіткен демократ дейді ғой, ең бірінші демократ осы домбыра дейді ғой, көрдіңіз ба? Осы домбырамен естіткен дейді. Сол домбыраның қорғасын қиып жібергендігін білесіз ғой енді тарихта. Сол секілді енді бұл мен енді бір шет жағасын, бір күйдің шет жағасын естіп қалдым. Нар идірген деген күй бар екен да. Сол домбыраның сондағы айтайын деген бұл қасиеті ғой. Сонда бір кісі кедей тұрады екен. Сол кедей тұрады жаңағы нар идірген дейді. Сонда анау түйесі боталайды ғой. Түйесі боталап өзі бір кедей жаңағы әбден ішерге бір аузы аққа тисе қой деп армандап жүрген кезде торысы түйесі боталап сонымен бір құдай беріп аққа ауыз тиіп шамал көңіл жақсы жұбанып қалады да. Сонымен күндердің күнде жаңа ботасы өліп қалады ғой. Ботасы өліп, анау жаңағы түйесі сүт бермейді, ботасы өліп қалғаннан кейін ботасын боздап ол да сүт қашып сондай болып, өзінің қызы бар екен жаңағы кедейдің. Ең не істейді? Жаңағы мынаяқтан құрсағы аштан шұрылдап бара жатыр шек. Енді мына қызымды мынандай хабар таратады. Керемет күйшілер келіп, кім мына менің түйемді идіріп береді, соған мен қызымды берем дейді. Көрдіңіз бе? Сонда жаңағы күйшілер келіп, неше түрлі күйшілер келіп жатыр да. Тартады. Нар имейді, бірақ жаңағы түйесі имейді, сүт бермейді. Сонымен бір жас жігіт келіп, бір үлкен кісі дейді, қартаң кісі келіп дейді. Тартып жатыр дейді. Бір уақытта жаңағы нар түйе иіп жаңағы июге жақын қалды дейді жаңағы. Сонда қыз барды да жетті да жерінен ұстап, қысып ұстап тұрып қалды дейді.
ана иіп сүт таңып кету керек қой. Үлкен кісіге тұрмысқа шыққысы келмеген ғой сонда. Үлкен кісіге шыққысы келмей былай ұстап тұрды дейді жаңағы. Сонымен үлкен кісіден кейін бір жас жігіт тұр екен дейді. Сонымен жас жігіт үлкен кісі болыпты да, сонымен жас жігітке кезек берген ғой. Жас жігіт те осал емес екен. Ол да жақсылап жаңағы тартып, жаңағының тура ана шалдың тартқанына ұқсастырып тұрып, күйде тартқан кезде, иірімдерін келтіріп тартқан кезде, жаңағы қыз желінді жіберді дейді. Сонда тамды дейді. Сонда анау алдындағы шал айтты дейді. Ай, менің күйшілігімде мін жоқ екен ғой. Бірақ мына қыздың қанша дегенменен бір қартайыппыз ғой, заманымыз, уақытымыз өтіпті ғой. Әйтпесе мен түйенің иіп тұрғанын сездім. Бұл желінен ұстап жібермей қойды сүтін деп сөйтіп жаңағы шал ана 2 жасқа батасын беріп кетті дейді. Бірақ өзінің сондай шеберлігіне көз жеткен екен де оның. Сонда Наридерген деген күй содан шығып қалған дейді. Көрдіңіз ба? Бұл домбыраның қасиеті. Бұл адам былай тұрсын, жаңағы түйенің өзін идіріп жіберіпті дейді. Домбырам жанымдағы серік еді, өнерді Құдай маған беріп еді. Қолыма қос ішекті домбыра алсам, таңдайдан тәтті өлеңім төгіледі. Домбыраның қасиетін айтамын деп Нұрландан Нартыбыға келіп еді. Ол сөзіміз мына біздің балдай болсын, жүзіміз арайланған таңдай болсын. Қазақтың болашағы Құдай қалап, жарық шашып тұратын шамдай болсын. Нартөбеде отырып тілек айтам, қазақтың әр жігіті нардай болсын. Сөзіңді қалай ғана қоштамаймын, домбырасыз әнімді бастамаймын. Құдайдың өзі берген домбырамды жанымнан ешқашан дау тастамаймын. Айтыста беріп еді халқым бәйгі, дүние алтындай боп жалтылдайды. Қос ішекті домбыраммен айтып жүрмін, шіркін-ай халқым жайлы, салтым жайлы. Жанымнан тастамаймын деген сөзім, жырымда автоматтай сартылдайды. Қасиетті домбыра бұл себебі, қазақтың қазақтығын айқындайды. Ақындар сөз қалдырған жырменен, кең дала сәндемес пе гүлімменен. Табиғаттың ол да бір тылсым күші, көк аспан сәндемес пе күнімменен. Бұл қазақтың ажары кіретіндей қос ішекті домбырамның үніменен. Дүние қарап тұрсаң түс секілді,
секілді шіркін ай домбырама қарап тұрсам саңқылдап ұшып жатқан құс секілді шынында саңқылдаған сұңқардай-ақ үні бір топтан озған тұлпардай-ақ баланың тіліндей-ақ бұлдырлаған арудың сырғасындай сыңғырлаған о домбырамның үніне құлақ тұрсам осылай бейне береді бұл бір маған домбырамен бастаймыз тойдың басын даладай дастарханын жайдырғасын ұлтымның болашағын ойлағандар әуелі домбырадан айрылмасын айбе осыны барлық қазақ білсін дерем қамшымен домбырасын ілсін дерем әр қазақтың төрінде сөз бар еді қамшымен домбырасы тұрсын деген қалай өлең біздерден артылсыншы сөйлесем жүрегіме балтынсыншы тек ілініп қана тұрмай бұл домбыра әр қазақтың үйінде тартылсын шауайбе домбырам ай мүсінді нар мүсінді алыпты да тыңдатқан тау мүсінді домбырамен білдірдім бар күшімді эфирге арнайылап қонақ қылған нартөбеға айтамын алғысымды айбе бәрекелді керемет рахмет тартуыңызға үлкен рахмет жалпы сіз секілді ағаларымыз барында ұлттық аспабымыз өшпейтінін өлмейтініне біз сенеміз алдағы уақытта да осы домбыраны насихаттап жас ұрпаққа оның негізгі киелілігін айтып жүресіз деген үміттеміз жалпы Нұрлан аға осыған дейін айтып өттік қой ауқымды шаралар өтті ғой домбыраны ұлықтау мақсатында қаншама бір мезетте метрода да Алматы қаласында Шымкент қаласында да бір мезетте 2000-нан астам домбырашылар күйді шырқап бүкіл әлемге біздің күйімізді жеткіземіз деген оймен осындай іс-шаралар қолға алған еді. Десе де биыл бұндай шара өтпейді деп осының алдында да айтып өттік қой десе де онлайн түрде өзіңіз бір домбыраны ұлықтау мақсатында қандай да бір концерт десек те күйлеріңізді тартып сондай өткізем деген ойыңыз бар ма негізі 1 шілдеде? Жалпы мен өзім әдет-ғұрып және салт-дәстүр орталығында жұмыс жасаймын. 3 шілде күні онлайн режимде мен осы домбыраның қадір-қасиеті жайлы тағы да бір әңгіме сабақтайын деп отырмын. Домбыра жайында сөз қозғайын деп отырмыз. Сол жерде әнімізді де айтамыз, термемізді де айтамыз. Егер көрімдеушілер болса, сол жаңағы әдет-ғұрып салт-дәстүр орталығының Facebook парақшасына қосылып көруге тамашалауға болады. Енді біздің осы домбырамызды ұлықтау мақсатында қазір жақсы қолға алып жатыр ғой. Негізі бұрын мен енді домбыраның осыншалықты бір насихаттап жатқан мен көре бермейтін шыны керек та. Елуде біреу еді. Осы домбырамызды біздің 2000 адам тартыпты деген кезде бір қандай қуаныш кернейді да бойыңды. Мысалы осы былтыр ма? Осы жыл болу керек. Осы Қарағандыда жаңа арқада жаңағы сабаменен 1000 саба деді ме? Жаңа қымыз пісіп жатқан біздің жеңгелерді көрсетті ғой, әпкелерді. Сондай
сондай оны жаңағы біздің де домбырамызды осы насихаттап, осы домбырамызды да 2000 адам тартқан болды ғой, осы алдыңғы жылы ма болды? 2018 жылы 2018 жыл болды деймін. Біздің Шымкентте мысалы барғанда анау Экспо көрмесіне бардық қой. Соның өзінде 500 адам домбыра тартты. 500, оның ішінде қызы да бар, жігіті де бар, үлкені де бар, жасы да бар. Барлығы осы домбыраны насихаттап жатыр. Осының өзінің барлығы ұлтқа деген жұмыс қой бұл. Ұлттың болашағына деген жұмыс қой осының барлығы. Тіпті өзіңіз көрдіңіз ба, көрмедіңіз ба, Алматы қаласында афро-американдық жігіт өзіне қазақша есімде қойып алған домбыраны сергетіп, сол кездері, сол 2018-19 жылдары тойларға шығып домбырамен қазақша ән салып жүрген. Тіпті өзге ұлттың өкілі болса да, домбыраның үніне соншалықты ғашық болғанын айтқан болатын. Жалпы осы сюжетті қазір бәріміз бірге тамашаласақ, кейін әңгімемізді ары қарай өрбітетін боламыз. Жақсы. Құрметті көрермендер, назарларыңыз экранда болсын. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Мына кадрде қазақтың қара домбырасын сергеткендердің бірі афро-американдық Мозес Зибо. Ол өзіне тіпті Мұсабек деген лақап атты ойлап тапқан. Десе де әртіс үшін бұл өнер тек табыс көзі ғана. Әзірге оның қаламақысы $600 төңірегінде. Мен үшін домбыра алдымен табыс табудың бірден-бір жолы. Екіншіден болса, қазақ музыкасына деген қызығушылық болып табылады. Қазақтың ұлттық аспабында ойнауды үйрену маған оңайға соққан жоқ. Қазір мен қазақтың 2 күйін түрлі той-думандарда орындаймын. Бүгінде өзгеде 5 күйдің тарту техникасын үйреніп жатырмын. Қазір шетелдік домбырашы Құрманғазының Адай және Асылбек Енсеповтың детство күйлерін орындайды. Репертуарында күй санының аздығына қарамастан, Мұсабек 10-ға жуық той-думанда өнер көрсеткен. Ғаламтордың жаңа жұлдызы елордасы Астанада да күй шертіп үлгерген. Айта кетсек, музыканттың бейне клипін 5 күннің ішінде 29 мың адам қарап шыққан. Моей профессии, они ищут что-то. Менің мамандығымның өкілдері халықты таңғалдыратын дүние іздейді. Мозес Зибодан домбырада ойнайтын Мұсабекті дайындау бизнестің түрі деп қарасақ болады. Бұл салада бұқараны еліктіру үшін әрдайым жаңа жұлдыздарды шығару керек. Оның негізінде неге табыс таппасқа? Бұл отандық шоу-бизнестегі алғашқы қара нәсілді әртіс емес. Еске сала кетсек, нигериялық әнші Рич Дидің Алматы туралы әніне түсірілген бейнеклипі ғаламторда топ жарған болатын. Ол бейнебаянда шаһарымыздың көшелерімен серуендеп, оның сұлулығы жайында қазақша ән айтады. Ал афро-американдық домбырашы жаңа жылдық бағдарламаға өзге де күрделі күйді үйренуді жоспарлап отыр. Жалпы Нұрлан аға, осы домбыра қазақтікі деп айтып жатады. Дегенмен әлеуметтік желіде біздің қазақтың жастары десек те болады, домбыраны кішкене қорлаған секілді суреттер, домбыраны жалаңаш денеге шапан киіп домбыра ұстап түскен суреттері тарап кеткен болатын. Бұл желіде қызу талқыға түсті. Ұлттық аспаппен қатар ұлттық киімді бұл сыйламаған, құрметтемегендік, әкімшілік жазаға тарту керек деген секілді ұсыныстар айтылды. Дегенмен жабулы қазан сол күйі жабылып қалды. Бұндай жастарға не айтар едіңіз? Жалпы әрбір ұлт өзінің жаңағы ұлттық құндылықтарын қастерлеу керек. Сол секілді біздің қазақтың жастары да өзіміздің осы ұлттық аспабымызды, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп тұр ғой. Бұл домбыра дегеніміз қазақ деген сөз. Домбыраны қорлаған адам, ол қазақты қорлаған адам. Сондықтан ешқандай қорлауға жол бермеу керек. Және де домбырамызды қорлап жатқан адамдар болса, оны заң жүзінде жазаға тарту керек. Ешқандай аяудың қажеті жоқ. Ол қайбір кезде де көрдіңіз, анау бір орыстың қазақтың домбырасын жерге соғып, сондай бір адамның намысына тиген бір тірліктер жасады. Оны сабап кеткен де жігіттер болды, міне. Нағыз бойында намысы кернеп тұрған жігіттер оны тауып алды да, саған қорлағанның көкесі мынандай болады деп, оны әбден сабап, ол кейінен әлеуметтік желіге шығып кешірім сұрап жылағандай болды. Көрдіңіз бе, мен сондай бір эмоциямен істедім, анау жанымдағы жігіттер осындай дегеннен кейін мен білмеймін, қызулық бар ма ішімде деп ақталды әбден. Көрдіңіз бе? Бұл біздің қазір қазақтың жігіттері керек емес пиар дейміз ғой, сондай болып кеткен секілді. Соны жазаға тартсақ екінші рет қайталанбайтын еді.
Енді мынау біздің Шығыс Қазақстанда да осы үлкен бір саябақ ашылайын деп жатыр екен. Соның домбыраның бір жаңағы көктен төбеден түсірген кезде жаңағының ауласы бір домбыраның бір мүсіні шығады екен ауласынан деп көрсетті ғой Ғайбат Тарақбек. Ол енді домбыраны насихаттаймыз, домбыра сияқты болсын деген бір идеясы жақсы шығар. Бірақ адамның енді жаңылыспайтын жағы жоқ деген сияқты бір кейде бір болмайтын жерден шалынып қалып жатамыз ғой, кейде бір ше. Сол секілді ол кісілердің бір арғы ойы жамандыққа барған жоқ. Мен ойлаймын, мысалы, соның дизайнын құрған адам бұл домбырамыз насихаттала берсінші осылай болса да деген оймен оны салды да. Бірақ мен жаңа айттым ғой, әрбір қазақтың үйінде домбыра ілулі тұру керек деп. Домбыраны ешкім жерге қойып қоймаған, домбыра аяқ асты жатпаған, домбыраны ылғи біздің қазақтар жоғарыға ұстап, жоғарыға іліп қойған, Құран кітабы болсын, қамшысы болсын, домбырасы болсын, жоғарыда тұрған. Бұның өзі құрмет қой мысалы. Сол секілді жаңағы енді ол ары қарай саябақ ашылды ма, ол жұмыс ары қарай жүріп жатыр ма, оны білмеймін. Бірақ менің ойым аяқ асты болмау керек домбырамыз. Енді шетелден қанша қонақтар келуі мүмкін ғой. Оны көреді ғой. Сондай мына домбыраның мүсіні. Ол жүріп бара жатқан адам білмеуі мүмкін, бірақ төбеден түсірген кезде ол айқын көрініп тұр ғой, көрдіңіз бе? Сол секілді біз аспапты құрметтеуді сондай кішкентай нәрселерден де бастау керек. Көзге көрінбейтін нәрсе көп қой. Соның өзінен бастасақ, біздің ұлттық жаңағы абыройымыз, біздің өзіміздің қазақтың абыройы, ұлттық аспабымыздың, домбырамыздың абыройы көтеріле беретін еді, құрмет қыла берсек, жаңағыдайға жол бермесек. Көп рахмет сізге студиямызға келіп, уақыт бөліп, жалпы домбыраны жастарға насихаттап, кішкене болса да біраз әңгімелер айтып бергеніңізге көп рахмет. Құрметті көрермендер, баршаңызды дәл осы ұлттық домбырашылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Домбырамыздың үні ешқашанда өшпесін, ағаларымыз секілді домбыраны ұлықтайтын азаматтарымыз көбейе берсін дегіміз келеді. Тілегіңіз болса мархабат аға. Жалпы енді мына қазақ елі, қазақ жұртымыз, исі мұсылман дейміз, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Енді мына қоғамда болып жатқан қазіргі індетте адамды кәдімгідей бір үрейленіп жатқан адамдар да бар. Бірақ біз үрейленгенменен ешқашан рухымыз күйремеу керек қой, бірінші негізі. Сол рухымыз, еңсеміз биік болсын дегім келеді. Алла мына індеттің бетін аулақ қылсын, айтпай келген апаттан, жаңағы айла таптырмас ажалдан сақтасын дейміз. Әрбір қазағымыз аман болсын дейміз. Және де қос жүректі домбырамыз әрбір қазақтың үйінде күмбірлеп тұрсын, төрінде ілініп тұрсын. Әрбір қазақтың бойынан ұлттық аспапқа деген махаббат білініп тұрсын деген бір тілегім бар. Аман жүріңіздер дейміз. Үлкен рахмет. Мереке тағы да құтты болсын. Арнадан ауыспаңыз ағайын.